Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және бүгін бізде физиканың 10 минут ішінде 7 сұрағын талдап өтетін боламыз. Яғни айтқанда, сіздердің ұбт балаларыңызға 7 балл қосылады деген сөз. Енді бастамастан бұрын өзімді таныстырып өтетін болсам, есімім Инербай Қайыржан, Жаңаөзен қаласының тумасы боламын. Қазіргі таңда Астана қаласында Еуразиялық ұлттық университетінің студенті, және де ұстаныма келетін болсақ, шын мықтыға тұсау жоқ. Ал ұбт нәтижем 127 балл, оның ішінде математика 49, ал физикадан 45 балл иесі. Сұрақтарға көшетін болсақ, бірінші сұрақ: металлды қыздырғанда оның бетінен электрондардың ұшып шығу құбылысы қалай аталады дейді. Енді барлық жауаптарға тоқталып кетейік. Фотоэффект. Фотоэффект дегеніміз ол сіздерде жарық әсерінен, жарық әсер деп кетейін. Жарық әсерінен металл бетінен электрондардың ыршып шығу құбылысы. Ал термоэлектрондық эмиссия дегеніміз осы бірінші сұрағымыздың жауабы болып табылады деген сөз. Ол дегеніміз металлды қыздырғанда оның бетінен электрондардың ұшып шығу осы термоэлектрондық эмиссияға жатады екен. Ал электромагниттік индукция заңы ол сіздерде қандай да бір магнит ағынының өзгерісі пайда болған кезде индукциялық ток немесе электр қозғаушы күші пайда болады деген сөз. Ал иондалу ол сіздерде бөлшектердің өзара соқтығысуы нәтижесінде өздерінің электрондарын жоғалту немесе оларға қосып алу, электрондарды қосып алуды немесе өздерінен шығарып жіберуді айтатын боламыз. Олар сіздерде оң және де теріс болып екіге бөлінеді екен. Келесі сұраққа өтетін болсақ, ядролық реактордың сыртын неге бетонмен қаптайды дейді. Енді А нұсқасына тоқталайық. А нұсқасы сіздерде нейтрондарды жұтып тізбекті реакцияны реттеу үшін дейді. Ол сіздерде реттегіш өзек. Реттегіш өзек не істейді? Нейтрондарды жұтып тізбекті реакцияны реттейді. Ал ол үшін сіздерде бор және де кадмий секілді материалдар қолданады. Ал енді Б нұсқасына тоқталатын болсақ, осы сіздерде радиоактивті сәулелерді жұтып сыртқа шығармау үшін дейді. Яғни қанда биологиялық әсерді радиацияны қоршаған ортаға таралмас үшін ядролық реактордың сыртын бетонмен қаптайды деген сөз. Яғни біздің мына бір Б жауабымыз дұрыс деген сөз. Ал С нұсқасына өтетін болсақ, С нұсқасы бізде не дейді? Жылуды тасымалдау үшін ол сіздерде салқындатқыштың қызметі. Салқындатқыш. Ол кезде сіздерде жылуды тасымалдайды. Яғни қанда ненің көмегімен? Су, ауыр су және де графит секілді заттармен. Ал енді Д нұсқасы ол сіздерде ядролық бөліну реакциясы арқасында энергияны өндіру. Яғни қанда бұл сіздерде осы ядролық реактордың негізгі бөлігі, яғни ең бірінші бөлігі, ол жерде сіздерде уран, немесе плутоний секілді үлкен ядролар бізде ыдырауға түседі екен. Келесі сұраққа өтетін болсақ, тігін машинасының инесінің қозғалысы қандай тербеліске жатады дейді. Еркін тербеліс дегеніміз не? Ол сіздерде қандай да бір күш түсірілгеннен кейін, яғни қандай әсері тоқтағаннан кейін өздігінен жалғасатын тербелістерді атаймыз. Ал F, яғни күш жоқ, тербеліс бар деп кетейінші, бар. Ал еріксіз тербеліс ол сіздерде қандай да бір күштің әсерінен тербелістерді жасау. Яғни айтқанда күш бар, тербеліс бар деп қойын. Тербеліс бар. Ал енді гармоникалық тербеліс дегеніміз ол сіздерде білесіздер. Яғни қанда косинус немесе синус заңдары бойынша тербелетін, бізде графиктерді білесіздер, тербелістерді білесіздер. Ол сіздерде гармоникалық тербелістер болып табылады екен. Яғни периодты түрде қайталанатын. Өшетін тербелістер ол сіздерде амплитудасы. Уақыт өте кемейтін тербелістерді
атаймыз. Төртінші сұрақ. Жылқының жерге түсіретін орташа қысымы 125 килопаскаль. Бір табанының ауданы 100 см квадрат. Жылқы 4 аяғымен тұр деп есептеп, оның массасын анықтаңыз дейді. Енді қараңыздар. Бізде қысымның формуласы осы жерде F бөлінген S. Я? Енді көбісі осы жерде F-ті табу үшін жай ғана P көбейтілген S деп жібере салады. Но бірақ та бір ескеретін нәрсе бар. Жылқы 4 аяғымен тұр деп есептеңіз дейді. Айтқанда, бір аяғымен тұратын болса, ол жай ғана S деген ауданмен жанасады. Ал 4 аяғымен тұратын болса, ол 4S деген аудан арқылы жанасатын болады жерге. Сонда біз қысым ненің әсерінен түседі? Осы жерде осы жылқының ауырлық күшінің әсерінен түседі. Яғни айтқанда mg тең болады P көбейтілген 4S. Сонда осы жерде енді массасын анықтайтын болсақ, масса тең болады 4P көбейтілген S бөлінген G. Енді массасының сан мәндерін беріп есептейтін болсақ, 4 көбейтілген 125 көбейтілген оның 3 дәрежесі, көбейтеміз 100 көбейтілген оның минус 4 дәрежесі, оны бөлетін болсақ 10-ға. Давайте мен калькулятор ашып жіберейін осы жерде. Калькулятор ашайық. 4-ті көбейтеміз 125-ке, көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 10-ға. Бұл жерде сіздерде енді минус 1 дәрежемен сіздерде 500 килограмм деген жауап шыға салады екен. Яғни қанда сіздерде С жауабы дұрыс деген сөз. Келесі сұрақ. Ферромагниттерге жататын заттарды анықтаңыз дейді. Енді бізде көріп тұрғандарыңыздай алюминий секілді көп жауаптарды беріп қойған. Алюминий, оттегі платина. Бұл сіздерде жігіттер сразу айтайын. Бұл сіздерде парамагнитиктер. Парамагнит. Олардың магнит өтімділігі білесіздер бірден жоғары. Ал темір, никель, кобальт секілді материалдар ол сіздерде ферромагнитик болып табылады. Ферромагнит. Олардың сіздерде магнит өтімділігі бірден өте жоғары. Ал енді С нұсқасына тоқталатын болсақ, сіздерде мыс, күміс, висмут және мына жерге алтын дегенді қосуға болады. Алтын. Ол сіздерде жігіттер жазар диамагнитиктерге жатады. Диамагнит. Оның магнит өтімділігін білесіздер, мен кіші болады бірден. Сонда Д нұсқасын қарасақ, енді барлығы аралас келген, сондықтан Д нұсқасын сызып. Ал бізге ферромагнитик керек болғандықтан біз мына Б нұсқасын белгілеп, өзіміздің бір балымызды алып кетеді екенбіз. Келесі сұрақ. Серіппені тартып тұрған күштің бағыты мен орта бөлшектердің қозғалысы бағыты арасындағы бұрыш қандай дейді. Енді мына серіппені көріп тұрсыздар, адамның қолын көріп тұрсыздар, яғни адам сіздерде оңға қарай тартып жатыр. Сонда ол күштің бағыты, яғни қараңыздар. Серіппені тартып тұрған күштің бағыты оңға қарай болады. Оңға қарай. Ал серіппе қайда қозғалады осы кезде? Серіппе тоже оңға қарай қозғалады ғой, яғни оңға қарай деформацияланады. Сол себепті оның орта бөлшектері де оңға қарай қозғалады деген сөз. Оң. Сонда қарап отырсақ, екеуінің де бағыты бірдей. Олардың арасындағы градус 0 градус деген жауапқа тоқталады екен біз. Түсінікті деген ойдамын. 7-ші сұраққа өтетін болсақ, массасы 2 килограмм жүк ілінген серіппе 4 сантиметрге созылады. Дененің серіппенің созылуы 2 сантиметрден 12 сантиметрге дейін өзгерткенде серіппенің жұмысын модуліне анықтаңыз деп берген. Енді білесіздер жігіттер қыздар, ең алдыңғы сөйлем арқылы, мына бірінші сөйлем арқылы біз осы бір серіппенің қатаңдығын анықтай аламыз. Яғни айтқанда К тең болады F бөлінген X. Ол дегеніміз mg бөлінген X болса, массамыз 2 килограмм, оны көбейтеміз 10-ға, бөледі екенбіз 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіне. Сонда 2 мен 4 қысқартсақ бөлімінде 2 қалады. 2 мен 10 сіздерде 500 ньютон бөлінген метр деген жауапқа сәйкес келеді екен. Бұл сіздерде жай ғана қатаңдық. Ал енді жұмыс неге тең болады десеңіздер, ол білесіздер минусовой потенциалдық энергияның өзгерісіне. Яғни айтқанда минус Е потенциалдық 2 азайтылған Е потенциалдық 1. Сонда енді мына бір минусты ішке қарай кіргізіп жіберетін болсақ, сіздерде Е потенциалдық 1 азайтылған Е потенциалдық 2 қалады екен. Енді біз формуласын толықтай ашып жазатын болсақ, давайте А тең болады kx1 квадрат бөлінген 2 азайтылған kx2 квадрат бөлінген 2. Сонда біз
k бөлінген 2-ні жақсы сыртына шығаратын болсақ, x1 квадрат азайтылған x2 квадрат бола салады екен. Сонда қатаңдығымыз білеміз, 500 бөлінген 2 жақша ішінде x1-дің квадраты, яғни 4-тің квадраты ол 2-нің квадраты 4, көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі, азайтылған 12-нің квадраты 144, көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Сонда жұмысты анықтайтын болсақ, енді бұл жерде 500-ді 2-ге бөлсек 250, мен мына жақтан 4-тен азайтамын 144-ті, көбейтемін 250-ге. Ол сіздерде минус 4 дәрежемен 3,5 джоуль деген жауап шыға салады екен. Яғни қанда біздің мына бір С жауабымыз дұрыс деген сөз. Есеп түсінікті деген ойдамын, жігіттер қыздар. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай, сау болыңыздар.